ЮНИСЕФ ұйымының зерттеуі бойынша мектептегі оқушылардың жартысынан көбі мектептегі зорлықты көрген екен. Мектепте балалар өзара қарым-қатынас жасайды. Сонымен қатар оқушы мен мұғалім арасында қарым-қатынас болады. Ол оқушының тұлға болып қалыптасуына үлкен әсер етеді. Зорлық салдары адамның эмоционалдық, психологиялық денсаулығы мен тәртібіне әсер етеді. Мектептегі зорлық өте күрделі мәселе. Оны шешу барысында әртүрлі факторларды ескеру керек. Қазіргі уақытта кейбір білім беру мекемелерінде оқушылардың бір-біріне деген агрессивті мінез-құлқын байқауға болады. Сонымен қатар мұғалімдердің оқушылардың ар-намысына тиетін сөздерді айтуы бүгінгі таңда көптеп кетеді. Өкінішке орай, ол стандартты практика болып саналады. Зорлық оқушының сабаққа келмеуіне, оқуға деген қызығушылығын төмендетеді, яғни үлгерімінің төмендеуіне әкеп соғады. Соңғы жылдары мектепте болған зорлық салдарынан жасөспірімнің өз-өзіне қол жұмсауына алып келген. Шымкентте өзіне қол жұмсаған 11-ші сынып оқушысының қазасы анықталып жатыр. Оңтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша, 10 ақпан күні полиция бөліміне оқушының өлімі туралы хабарлама келіп түседі. Оқиға орнына жедел жеткен топ өз үйіне асылып қалған мектеп оқушысын анықтайды. Бүгінгі таңда аталмыш дерекке қатысты сот медициналық сараптамасы тағайындалып, оқиғаның себебі анықталып жатыр. Марқұмның туыстары оның өліміне достары кінәлі деп отыр. Себебі ол қайтыс болардан бірнеше күн бұрын оған мектепке басқа балалар әлімжеттік жасаған жөнінде бауырларына айтқан екен. Ал оның қалтасында өліміне кінәлі деген бірнеше адамның аты жөні жазылған қағаз табылғаны белгілі болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы берген анықтамаға сәйкес, зорлық өзіне, өзге тұлғаға немесе белгілі бір топқа бағытталған қарсы қорқыту түріндегі дене күші мен билікті қасақана қолдану. Зорлық ол психологиялық стресс, ол дене жарақаттарына, психиканың бұзылуына және де өлімге әкеп соғады. Мектепте зорлықтың бірнеше түрлері кездеседі. Ол бір реттік, тұрақты кемсіту және жүйелі қудалау түрінде де болады. Зорлық жағдайларын елемеуге болмайды, олармен жұмыс жасау керек. Зорлық оқушылар мен оқушы арасында, мұғалім мен оқушы арасында да болуы мүмкін. Мысалы, сыныпта тәртіпті сақтау мақсатында оқушылардың ар-намысына тиетін ауыр сөздер мен дене жазалары да болуы мүмкін. Зорлықтың көптеген жағдайларын анықтау қиын. Әдетте ол мұғалімдер тарапынан бақылау мен қадағалау болмаған жағдайда болады. Зорлық көрген оқушы оған бағытталған агрессия туралы көбіне ешкімге айтпайды. Себебі ол достарының арасында өсекші болып көрінуден қорқады. Жүйелі зорлық, құдалау немесе буллинг өте қауіпті болып табылады. Оқушы бір адам, сондай-ақ бірнеше адамнан құралған топта құдалай алады. Интернет қолжетімді болған сайын құдалау виртуалды кеңістікте жүзеге асырылып келеді. Яғни ұялы телефон, электрондық пошта, әлеуметтік желілерде қорлайтын фотосуреттер, намысқа тиетін жалған хабарламалар мен қорқытулар тарап келеді. Мектепте дене зорлығы мен төбелестер жиілеп кетті. Тіпті кейде ол медициналық алғашқы көмекті талап ететін жарақаттарға да алып келеді. Төбелес көбіне жасөспірім ұлдар арасында жиі болады. Олар сөзбен қорлау, бойкот жариялау, кибербуллинг сияқты зорлық түрлеріне тап болады. Көбіне буллинг құрбандары оларға зорлық көрсетілетіндігі туралы айтпайды және оған куә болған оқушылар да үндемейді. Мұғалім жиі ауырған, сабаққа келмей қалған оқушыға бірден көңіл аударуы керек. Баланың зорлыққа ұшыраған тәртібінен, көңіл күйінен байқауға болады. Зорлықтан жәбір көріп жүрген бала үлкендер мен балалардан алшақтау жүреді. Құрбыларын көргенде қысылады, ренжиді, оларға агрессия көрсетеді. Сонымен қатар балада көгерулер мен жаралар пайда болады. Бала агрессордың жақындауынан немесе кенет қозғалыстан қорқады. Мектепте үйірмеге барудан бас тартады. Ал жоғарғы сыныпта тіптен сабақтан қашады. Зорлықтың бірнеше түрлері болады. Күш зорлығы, яғни баланың ар-намысына, аяққа таптау мақсатында ұру және дене күшін көрсету. Яғни қолмен, аяқпен, қандай да болмасын бір затпен денесіне зиян келтіру. Психологиялық зорлық, қасақана ар-намысын қорлау, елемеу, итеріп тастау,
әлеуметтік оқшаулық жатады. Экономикалық зорлық. Бұл оқушылардың, сонымен қатар жұмыскерлердің мектепте мүлігін бүлдіру немесе ақша мен заттарды қысым көрсетіп, күштеп тартып алу жатады. Кемсіту дегеніміз адамның ұлтына, жынысына, әлеуметтік экономикалық жағдайына, діни нанымдарына, мүгедектігіне қарап оны менсінбеу. Буллинг ол бір тұлғаның немесе топтың өзін қорғай алмайтын индивидке қатысты жоғарыда сипатталған зорлық түрлерінің қайталайтын актілері. Дене мүмкіндіктері бірде екі оқушы дауласқанда және ол достық пен ойын түрінде болған кезде ол буллингке жатпайды. Буллинг үнемі құрбанды қорқытуды, бағындыруды мақсат етеді. Мектепте жұмыскерлер де басшылық тарапынан буллингке ұшырауы мүмкін. Заманауи ақпараттық технологиялардың дамуымен буллингтің тағы да бір кибербуллинг түрі пайда болды. Ұялы телефон, электрондық пошта, интернет, әлеуметтік желілер арқылы оқушыны қудалау, яғни ол туралы құпия ақпарат өсек тарату. Мектепте зорлықпен жұмыс жүргізу үш деңгейде жүргізіледі. Біріншісі ол алдын алу, екіншісі анықтау, үшіншісі жағдаймен тікелей жұмыс жасау. Білім беру мекемесінің әкімшілігіне келесідей ұсыныстар бар. Бірінші, директор. Ол білім беру мекемесіндегі зорлықтың алдын алу мен болдырмау жұмысы үшін жауапты негізгі тұлға болып келеді. Директор зорлық жағдайын алдын алу жұмысын өзінің орынбасарларына тапсыра алады, бірақ ол мәселені өз бақылауында ұстауы керек. Бұған дәлел білім туралы заңның 6 тармағының 48 бабында айтылған. Білім беру ұйымдарында оқытудың, тәрбиелеудің, еңбек пен тынығудың салауатты және қауіпсіз жағдайларын жасау үшін жауапкершілік олардың басшыларына жүктеледі деп делінген. Мектеп зорлыққа қатысты саясатты жасап, оны бекітіп, жүргізілген жұмысты хаттамаға тіркеу керек. Мектеп персоналын білім мекемесінің зорлыққа қатысты саясатымен және хаттамасымен, олардың осыған байланысты міндеттермен де таныстыру керек. Мектепте зорлық жағдайы туралы құпият хабарлама арналарымен қамтамасыз ету керек, яғни ол сенім жәшігі, сенім телефоны. Мектеп әкімшілігінің педагогикалық құрамының зорлықтың алдын алу шаралары мен онымен жұмыс жүргізу біліктілігін арттыру керек. Зорлықпен жұмыс кеңесін, яғни мектеп қауіпсіздігі командасын құру керек. Оған мектеп әкімшілігінің мүшелері, педагогикалық ұжым мүшелері, ата-аналар кіру керек. Кеңес оқушылармен бірлесе отырып, жалпы мектептік буллингке қарсы меморандум өткізу керек. Педагог-психологтан, әлеуметтік педагогтан, медицина қызметкерлерінен және жасөспірімдермен жұмыс жөнінде инспектордан лауазымдық міндеттеріне сәйкес зорлық жағдайының қатысушысына қажетті көмекті көрсету керек. Оқушылардың мектептен тыс шараларына қатысуын дамыту керек. Осы бағыттағы жұмыс нәтижесін жыл сайын мониторингтау, яғни бағалау және де келесі алдағы жылда жіберілген қателерді түзету, жылдық жоспарға түзетулер енгізу. Зорлықты алдын алу мақсатында сынып жетекшілерге келесідей ұсыныстарымыз бар. Ол өзінің кәсіби қызметінде ізгілік педагогикасын пайдалану керек. Сынып сағаттарында, ата-аналар жиналыстарында, білім мекемесіндегі тәртіп қағидалары, зорлыққа қатысты мекеме саясат туралы ақпарат беру керек. Сонымен қатар, оқушылармен бірлесе отырып, сыныптағы тәртіп ережелерін әзірлеу және оларды жазбаша түрде жасап, оқушылардың барлығына қол қойғызу керек. Оқушылармен жылы және сенімді қарым-қатынас орнату керек. Сыныптағы әрбір оқушының психологиялық ерекшеліктерін білу керек. Оқушыларды бөлмеу, оларға лақап ат қоймау және де оқыту процесін әрбір оқушы өзінің күшті жақтарын көрсете алатындай етіп ұйымдастыру керек. Барлық оқушыларды, соның ішінде оқу үлгерімі төмен балаларды да қоғамдық жұмысқа тарту керек. Оқушылардың тұлғааралық қарым-қатынас дағдыларын келісімге келу, шиеленісті бейбіт жолмен шешуге үйрету керек.
Сыныптан тыс шараларда бәсекелестікті емес, көбіне ынтымақтастықты ынталандыру керек. Тұлға аралық шиеленістерді алдын алу мақсатында оқушылар ұжымын үнемі бақылау және оларға уақытылы көмек пен қолдау көрсету керек. Педагог, психолог пен әлеуметтік педагогты сыныптағы әлеуметтік психологиялық климатты диагностикалау мен жақсарту керек. Зорлық жағдайын болдырмау, анықталған жағдайда шешуге көмек көрсету керек. Тұлғалық түзету талап етілетін оқушыларды әлеуметтік психологиялық қызметке бағыттау керек. Зорлық жағдайларын назарсыз қалдырмау керек, агрессивті тәртіпке жол бермеу керек. Шиеленісті жағдайларына мұқият қарау. Балалар өздері шешеді, немесе оқиға жабылады деген стереотипке жол бермеу керек. Қудалау ол қудалау. Әрбір зорлық жағдайы баланың да, сондай-ақ сол топ мүшелерінің өмірлеріне белгілі бір жағымсыз іс қалдырады. Оқушыларға қиын жағдайға түскен оқушыға көмек көрсете алуды қалыптастыру керек. Анықталған жағдаймен келесі принциптер негізінде жұмыс құру керек. Яғни назарды тұлғаға емес, оның тәртібіне аудару керек. Өзінің жағымсыз эмоцияларын бақылау, агрессивті емес тәртіп моделін көрсету керек. Яғни педагог оқушы үшін үлгі болып табылады. Қудалау жағдайында жеке тұлғалармен емес, бүкіл ұжыммен жұмыс істеу керек. Өйткені қудалау ол ұжымдық динамика мәселесі. Қарым-қатынас пен тәртіп ұғымдарын анықтау және ажырату, адамға адам ұнамайды екен деп, оған зорлықтың қандай да бір түрін қолдануға болмайтындығын туралы түсіндіру керек. Қатысушыларға ата-аналар тарапынан қолдау бар екенін көз жеткізу керек. Ата-аналардың шағымдарына мұқият болу керек және оны назарсыз қалдырмау. Оқушыларға қатысты зорлық көрсетілген жағдайда білім мекемесінде белгіленген тәртіпке сәйкес әрекет ету керек. Ал мектептің әлеуметтік психологиялық қызметі бұндай жағдайды алдын алу мақсатында не істеу керек? Бірінші, жалпы білім мекемесінің және сыныптардың, оның ішіндегі отбасыларының әлеуметтік психологиялық хал жағдайын мониторингтау керек. Екінші, зорлық пен кемсітуге ұшырау қатері жоғары оқушыларды, сондай-ақ тәртіп бұзған немесе зорлық актісін жасаған мектеп ішілік есепте тұрған оқушыларды жүйелі түрде бақылау керек. Оларға, олардың сынып жетекшілер мен ата-анасына қажетті кеңестік көмек көрсету керек. Білім мекемесінің жұмыскерлеріменен, оқушылармен және ата-аналармен шиеленісті шешу, эмоцияларды басқару және стресстік жағдайларды жеңу туралы құқықтық жауапкершілік мәселелер бойынша арнайы сабақтар мен тренингтер жүргізу керек. Қауіпті топ балалары мен зорлыққа ұшыраған балаларға, олардың отбасыларына қажет болған жағдайда әлеуметтік, психологиялық көмек көрсету немесе әлеуметтік психологиялық көмек үшін басқа ұйымдарға және қызметтерге жіберу керек. Зорлық жағдайымен жұмыс кезінде оқушыларға құрбан, агрессор деген аттар қоймау керек, өйткені тәртіп өзгеруі мүмкін. Алдымен жәбірленушіні қауіп жағдайынан шығару керек. Сонымен бірге зорлықты немесе қудалауды тоқтату керек. Содан кейін ғана барып жұмыс істеу керек. Егер мамандардың сәйкес құзыреттіліктері жеткіліксіз болса, онда білім мекемесінен тыс кәсіби қызметтерге жіберу керек. Жұмыс басында баламен сенімді байланыс орнату керек. Балаға мен саған сенемін. Сен осындай жағдайға ұшырап қалғаның өкінішті. Ол сенің кінәң емес. Сенің маған айтқаның жақсы болды. Енді саған қауіп төнбес үшін барлығын жасаймын деп қолдау сөздерді айту керек. Түзету жұмыстарын агрессормен де жүргізу керек, өйткені оның тәртібі психожарақаттану жағдайының салдары болуы мүмкін. Оқушыларды қоршаған адамдарға зиян келтірмей, өз эмоцияларын бақылау және жаман әрекеттерден аулақ болуға үйрету керек. Эмпатия сияқты қасиеттерді қалыптастыру керек. Сезімдерін білдіруге үйрету керек. Осындай стратегия ізгілік тәсілінде пайдаланады. Осындай әрекеттер нәтижесінде қарама-қайшылықтарды жеңуге, болашақта шиеленістердің алдын алуға болады. Ата-аналар мен ата-аналар тобы түрінде өтілетін отырыстарға шақырып, тәрбие жұмыстарын жүргізу керек. Тек зорлықты алдын алу үшін ғана емес, сонымен қатар құрылымсыздық тәртіптің басқа формаларында болдырмауға бағытталған төзімділігін дамыту үшін сабақтар немесе тренингтер өткізу керек.
зорлықтан жәбір шеккендерге және шиеленіс жағдайларының басқа қатысушыларына да көмек көрсету керек. Профилактикалық жұмыстар жүргізу үшін әртүрлі қызметтерменен, мысалы медицина орталықтарменен, ПМПК, емханалармен, әлеуметтік психологиялық қызметтермен, оңалту орталықтарменен байланыста болу керек. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, осы айтылған ұсыныстардың кешенді орындалуы бізге мектептегі зорлықты жоюға мүмкіндік береді. Оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру біздің қолымызда.